Алло. Үйде жатқан. Давай. Ассалаумағалейкум ағайын. Бүгін обзорда бір бөлмелі пәтерге татитын Toyota Alphard автокөлігі. Однокомнатная хата, довольные ребята взяли 0,5 безрубку с автомата, правда. Дешевая правда, домашний базар, неугрешная драка. Сколько пили биты по рукам, в таком большом городе окажешься сам. В таком большом городе окажешься сам. Тобой законнектимся по мостам. Богатство, верность, честность, не принимайся дерзость. До одного места твоя откровенность. Богатство, верность, а постепенно. Ал енді историясына келетін болсақ, Alphard атауы ғаламдағы ең жарық жұлдыз дегенді білдіреді. Осы Alphard машинасы ең бірінші 2002 жылы май айында конвейерден шығады. Одан кейін енді жалпы 2008 жылға дейін шығарылады. Дәл осы кузов. Осы кузовтың бір рестайлингі болады. Ол 2005 жылдан 2008-ге дейін. Жалпы қазіргі мына экземпляр 2006 жылғы машина 2007. Осы кузовтан кейін 2008-ден кейін басқа кузов шығады. Уже оның рестайлингі 2011 жылы болады. 2011 жылы осы дәл осы машинаның сол рульді түрлері шығарыла бастады. Оның алдында тек қана жапондықтар өздерінің ғана реңгіне шығарған бұл машинаны. Тек қана правый рулі болған. Ал енді сіз левый рульді ала аласыңыз, бірақ Қазақстанда автосалондарда жоқ. Россияға әкелініп жатыр бұл машиналар. Бағалары дейтін енді баршылық қымбат. Дәл осы машинаны айтатын болсақ, қазіргі Alphardтардың бағалары правый руль, рус-учеттар примерно бір 5 миллионнан басталады. Ары қарай уже 8 миллион, 9 миллионға дейін бар шығар осыларды. Дәл осы машинаны айтатын болсақ, енді мына машина дубайский перекидка жасалған, көріп тұрғандарыңыздай сол жақта рулі. Енді перекидкасы жақсы жасалған. Көбісінің тормозной вакуум, тормозной цилиндрлері сол мына оң жақ бұрышында тұрады, осы жақта. Осыдан арматурамен тартып жасалынды баяғыда. Мына Грузияда жасалғандар. Ал мына дәл осы машина вакуумын бәрін заводской қылып мына жерден ауыстырған. Осы жерде тұр, педальдің дәл несінде. Перекидкасы жақсы жасалған, рулевой рейкі бәрі өзінің заводской, Alphard'тікі. Ары қарай так. Машинаның енді дизайны әдемі. Минивендердің атасы деуге болады бұл машинаны. Папасы ғой, папасы минивендер. Кәдімгідей бұл машина дейтін енді трассыға дерзкий машина дәл. Семейный үлкен жолдарға шаршатпайды. Тек бір минусы бар. Ол бір минусы трассада қатты жел болса, енді Маңғыстаудың желі дейтін болып тұрады ондай желдер. Сол қатты желдерде шайқайды машинаны. Бірақ енді өзім айдап жүрмін. Бір ұшып кететінде жел болмайды. Бірақ машинаны енді шайқап келатыр, сезіледі, қаттайды ғой, қорқасың. Енді рестайлингтің түрі әдемі, енді базар жоқ. Мына юбкалары бәрі кішкене аласа орналасқан. Бұл машинаның сосын тағы да 4WD түрі болады, яғни толық жетекті. Оны енді Alphard клубтың жігіттері тоқал деп атайды. Юбкалары қысқа болады, асты сәл биіктеу болады. Енді бұл дәл осы машинаның өзі енді крузактың барған жеріне барып тұр ғой. Осы 2 ай бұрын бір фотосессияға бардық. Фотосессияға барған кезде осы мына жерде тағы да бір Alphard тұр, соны түсіріп жіберсең. Осы 2 Alphardпен фотосессияға бардық. Енді джип барып тұрған жерге дейін до конца барды, Ыбық сай дейтін жерге. Енді содан кейін мен уже мойындадым Alphard'ты, базар жоқ. Дерзкий машина екен деп. Асты да ондай қатты аласа емес, жақсы. Сосын тағы да айта кетсек, Жаңаөзеннің тұрғындары болса, теңізге дейтін мына машина дәл ғой.
Фетисовқа баратын кезде. Волналарда дейтін, нөл сезбейді мына машина дейтін бар ғой. BMW-лар мен салыстырғанда да білмеймін енді. BMW-мен де, Majesta'лармен де бардым. Majesta'да базар жоқ енді, ондай секірмейді. Бірақ мына машина дейтін бар ғой, теңіздің жолына дейтін, волнаға арналған ғой, жаралған бұл машина. Былай айтатын болсақ. Ал ары қарай айтатын болсақ, дисклер заводской 17-лік. Так, профиль 225-60-17. Дәл осы покрышкамен жұмсақ мына машина. Есіктері, так, багажник электрический емес. Оң жақ, сол жақ есіктері электронды. Мынаны басып тұрсаңыз ашылады. Сол кезде енді 2006-да электронды есіктер базар жоқ та, жалпы жасаған ғой. Енді бұл машинаны айтатын болсақ, так, 2018 жылға дейін Альфард машинасын ешкім естіп көрмеген шығар. Армяндар сау болсын, осы машинаны танытып бізге. Содан кейін енді құмырсқадай қаптап кетті қазір. Машиналардың туресі ғой осы. Семьяға да дәл, жұмысқа да, шаруаға да бәрін бітіреді. Ішіне енді примерно бар ғой, 4-30 кілем сиятын аған дейтін, былайынан салған кезде бар ғой. Ойлап көріңізші. Базар жоқ сонда. Дәл мына жаққа енді 3 метр смело сият. Ары қарай созатын болса, мына лобовойға дейін панельдің үстіне қойып қоятын болсаңыз, одан да ұзын сият. Енді артынан бассайық, давай. Мына сиденкілері енді диван болып жатыр. Бұл машинаның енді комплектациясы әртүрлі жетеді бұл. Заказға шығатын болғасын ба, енді точно білмедім неге екенін. Капитанский сиденьемен болады. Мына жеріне астынан шығатын, аяқты тірейтін, балтырды тірейтін накладкалар да болады. Ал енді дәл осы машинаны айтатын болсақ, артына 3 адам, мына ортаға 3 адам, алдына 2 адам, общий 8 адам сият. Жалпы ең ыңғайлысы артына 2 адам отырған ыңғайлы, бірақ 3 адамда отырғызу болады. Енді капитанский сиденьеден ерекшелігі бұл машинаның. Мынандай қазір көрсетіп жіберейін. Сиденькілер былай айналады. Ар жағын айналдырып жіберейін. Мына жағы да үлкен жағы мынау. Бұл жағы да айналады. Дәл ғой мына машина дейтін. Оппа! Дәл үсті отырып алып, әңгіме айтып отыру болады. Мына жер енді неге 2 адамға ыңғайлы деген себебі мынау. Подлокотник бәрі бар мына жерде. Бұлай жылжытамыз. Арқасы шалқаят. Мына артының өзі бар ғой, алдарынан кем емес мына машинаның. Сосын двухзонный климат-контроль. Даже, двухзонный климат-контроль. Мына желбезектері мына жерде үстінде потолокта 4-еу орналасқан, 2 жақтан. Сосын мынандай люстралары бар. Түнде әдемі мынаны жағып қойсаңыз. Сәл-сәл жарық беріп тұрады. Эргономичный дейді ғой. Іштері кәдімгідей бір әдемі болып тұрады. Ары қарай мына жерде подстаканниктер ыңғайлы орналасқан. Енді қарап көріңіз. Базар жоқ, мына жағында 2, мына жағында 2 ғой. 4 подстаканник бар артында. Мына жерде де не бар, бардачок сияқты, не қыл деп айтады, қуыс зат салып қоюға. Мына жерде де бар. Мына жақта да дәл сондай. Так, ары қарай. Кондер, мандер ана жерде. Айтуға ұмытып кеткен зат. Мынандай ништяк бар. Қазір көрсетейік сіздерге. Так. Көтердік, мынаны құлатамыз, бұлай қарай жылжытамыз. Мына жерде отырып, полноценный обед ішуге болады. Тамақтарын қойып алдың, мына жерде сушняктарға арналған орындары бар. Қойып, спокойно мына жерде ыңғайлы кәдімгідей отырып алып жей бересің.
Ал бұл, мынау спинг көтеріліп тұрған кезде қойып қоюға арналған. Колонкаларына келетін болсақ, дауысы жақсы шығады. Қапталдарында колонкалары бар, міне мына жерде. Алдында колонкалары бар. Артына да жақсы естіледі. Көп машиналарда болмайды ғой енді артында. Бұда бар ондай. Машина дейтін жындан, мына машина. Айван. Ал пассажирға келетін болсақ, біз пассажирдің алдындамыз. Мына жерде енді өзіңіз көріп тұрғандағыдай жалпы правый руль болған ғой. Мына жерде водительге бәрі зат істелген, сиденкасы ауыспаған. Жалпы қазір бұны да ауыстырып жатыр жігіттер. Дәл осыны мына водитель жаққа қояды. Сол кезде уже мына функцияның бәрі мына водитель жақта болады. Сосын мына үштік альфардта, ана альфард үштік, почти полный комплектация, комбинированный кожаный салон іші алькантарамен. Қазір оны да көрсетеміз, шет жағасын. Мына машинаның енді перекидкі жағына айтатын болсақ, мына жерде печкасы істелген. Міне мына көріп тұрғандағыздай, мындай шлангалармен. Так, сосын даладан ауа соратыны бар бұл машинада. Ол да неден Грузиядан істеліп келгендерде болмайды. Бұларды енді өздерімізде де арабатать етуге болады. Сосын мына жерде жүрген кезде мына пассажирдің несі ременінің зат жанатын жер бар ғой. Индикаторы. Сол көбісінде мына ременді тақпасаңыз, мына ременді тақпай машина айдасаңыз, шиқылдап тұрады мына. Өзіңіз мына жақта отырып алып тағып алсаңыз, соның өзінде шиқылдап тұрады. Ол зат бұл машинада да істелген. Мынаның астында, мына сиденкінің ішінде соның датчигі болады. Сол датчигі алынып тоғымен бірге арғы сиденкіге орнатылған. Енді бұны 3 жыл бұрын келді, ол кезде енді әкеліп атқан кездері ғой, біз өзіміз істедік оны. Ол кезде мына сиденкімен бірге ауыстырып жібереді дейтінді ойламадық та. Сосын жаңағындай датчигін ана жаққа ауыстырып жібере қойдық. Ал ары қарай мына жерде дейтін мына машинада бардачок дейтін жетеді енді. Мына жерде бір бардачок, екеу есіктер дейтін нәңгілдей, амбалдай дейді ғой алматылықтар. Ортада центральный мына жерде бар. Міне мына жерде. Сосын мынаның іші бар тағы. Қапталында бар. Мына жерден мынандай тағы да стол шығады. Ана есікте дәл мынандай бардачок. Мына жерде прикуриватель. Бұл жерде де қуысы бар. Мына жерде тағы да бар. Сонда нешеу бар мына жерде жігіттер, есептеп көріңізші. Мына жерде водитель жанында тағы да біреу бар деймін ба? Базар жоқ мына жерде. Любой затты сыйдыртуға болады ғой. Үлкен жолға шықсаңыз. Су салып қоясың, бумага салып қоясың, ананы салып қоясың, роллтын салып қоясың аяқтарына. Сосын мына жерде де бар кемпір екен. Ё-майо, мына машинада дейді. Кәдімгі мынандай бірдеңе тіреп қоясың мына жерге, очки салып қоясың деген сияқты ғой. Мына жерде очки салғышы бар еще. Ё-майо. Ары қарай айтатын болсақ, мына арттарының өзінде мына спинкілерінде бар. Сосын мына есіктің мынандай қапталында да бар ғой, даже. Мына жерде бар. Сосын мына есіктің қапталында да бар. Оны сосын жаңа рулевой рейкасын айттық. Астарын көрсетіп жіберейік, қалай істелгендерін. Перекидкісінің. Міне осындай болып істелген альфардтың асты дейтін.
биринин асты мындай. Сосын ары қарай мынандай подстаканник жігіттер. Жалпы дәл зат екен. Горилла дәл сият дизаймен. Кондер салқын үрген кезде мына салқындап тұрады. Мына поворотник груша дейді. Вертолет дейді кейбіреулері. Бұл да ауысқан. Көп альфардтарда мынау керісінше тұрады. Поворотнигі мына жақта, дворнигі мына жақта. Бұл да істелген. Так. Дәл осы машинаның пробегіне келетін болсақ. $194,000 жүріп тұр. Магнитофон заводской. Енді әркімнің вкусы әртүрлі. Жалпы дауыс жағына келетін болсақ, заводской әдемі шығу керек. Дауыс. Сиденкілері. Ал әрі қарай капотына барайық. Капотынан енді движогын айтатын болсақ, бәріңіз білетін шығарсыңыз, Camry'дің 2.4 моторы, 2 AZF, коробкасы 4 сатылы автомат. Енді бұл двигатель туралы айтатын ешкімге айтып керек емес шығар. Ал енді осымен соңына да жетіп қалдық. Жалпы айтатын болсам енді бұл машина дейтін. Каждый үйде болу керек деп ойлаймын. Өзім мнением. Бір үйді көшіріп тастауға жағдай смело жетеді ғой мына машинаның. Кәдімгі бәр зат смело сияқты қазір көрсетейін сіздерге. Мына сиденкілер қалай жиналатынын. Даже былай да жатқызу болады бұны. Мына жерде тағы екінші басатын несі бар. Осылай да жатады міне. Алға қарай сырылады. Арғысы да жатады. Артқана екі сиденкісі екі жаққа көтеріледі. Или оны жаңағындай плоский пол қылып тастауға да болады да, жатқызып. Ары қарай мына альфардты көрсетейік енді. Комбинированный үштік бір МЗ мотормен бұл машина. Еваполик төселген. Не? Комбинированный. Асты алькантара, ортасы, шеттері, мынандай кожаный салон. Бежевый. Енді бұл жайында айтатын болсақ, жаңағы айтқаным міне мынаны түсіріп жібере ғой. Сиденкісі, мына пассажирдің сиденкісі алып, мына жаққа водительге салынған. Так. Мафон Android мына жерде Bluetooth-бен тыңдауға болады, смело. Анада да енді ятур салып алдық оған. Айырмашылығы енді жаңағындай үштік, 2.4. Енді үштік сірә мықты болады ғой, 2.4-те осал емес енді. Болады. Трассада 140-тармен отырсаң, смело любой жерге барасың ғой. Однокомнатная хата, довольные ребята взяли на 5 без вкуса томата, правда, дешевая правда, домашний базар. Халық ішінде жігіт көп, азаматы бір бөлек, Toyota ішінде көлік көп, альфардтары бір бөлек. Альфард клуб қайдасыңдар? Ал, сіздермен болған мен Алмаз Истурганов. Осы маған қолдау көрсетіп, каналымыздың өсіп өнуіне көмектесіп, каналға тіркеліп, осы видеомен бәрімен бөлісіңіздер, WhatsApp-пен жіберсеңіздер жақсы болады. Енді жаңадан бастап жатқан жобамыз тек алға енді ұмтылай берейік. Осымен жаймен өсе береміз ғой. Осы контент енді кішкене бір қопырап, анау-мынау болып жатса да қолдауларыңыз көрсетіп жіберіңіздер. Ал бәріңізге рахмет қарағандарыңызға. Каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Однокомнатная хата, довольные ребята взяли на 5 без вкуса томата, правда, дешевая правда, домашний базар, не пришла драка, сколько